Қараңыздар, электронды оқулықты мен кәдімгі мысалы PowerPoint-та жасаймын, содан кейін iSprint-пен оны публикациялап аламын. Кәдімгі ссылкалар ғой, мысалы аннотация, оқулықтың аннотациясы. Ешқандай требование жоқ, что мынандай болу керек деген конкретно требование жоқ электронды оқулыққа. Өзіңіз білесіз, мысалы содержаниесін жазасыз, разделдарыңыз, өзіңіз білесіз, тест қосасыз, глоссарий, литературасын. Сосын нелерін. Технические требования бар, минимальный, мысалы, жұмыс жасау үшін, электронды оқыту үшін, оның дайын нелер бар, минимальный требования. Сосын астына составительде процесс жазасыз сосын. Осын жасап болғаннан кейін дайындап қоясыз, оны архивтеп папкаңызды дайындап қоясыз. Болғаннан кейін Казпатент деген сайт бар, казпатент.kz. Осы сайтқа кіреміз, осы сайтта авторские права деген бар. Сол жерде онлайн заявка. Онлайн заявка беру үшін сізде ЭЦП болу керек. Өзіңіз ЭЦП-ны таңдап, ЭЦП-мен кіресіз. Казпатент, сосын авторские права. Онлайн заявка бересіз, авторские права. Өзіңіздің ЭЦП-нызбен кіресіз. Көрмей тұрмын. Енді өте чын. ЭЦП-мен кіргеннен кейін қазір авторизация. Сізде Казпатенттің өзіңіздің кабинетіңіз ашылады. Авторизация болады. Авторизация болады, сол жерде сіздің кабинетіңіз ашылады. Сол жерде жоғары жағында подать. Ары қарай заявка на объект авторского права. Автор. Несін жазамыз? Атауын. Электронды оқулық, тақырып мынандай. Ары қарай программа для ЭВМ. Дата создания объектін жазамыз. Дата создания именно публикация жасаған кездегі электронды учебникті құрған кездегі датын бірдей болу керек. Ары қарай контактный данныйларыңыз қалады солай. Участники. Егер соавторлар болса, добавить участника иінімен ғана қосасыз соларды. Иінімен қосасыз, өзі табылады. Ары қарай прилагаемые документы. Өзінің жазатын рефератын үлгісі бар, сол рефератқа толтырамыз. Исходный кодқа жаңағы архивтелген электронный учебник саламыз. Ары қарай ешіне қажет емес. Сосын платежыға барамыз. Платежыды төлеу үшін оплатить подачу заявки дейсіз. Осы жерде суммасы бар, мысалы суммасы көрсетіп тұр. Осыны сохранить, оплатить деңіз, кәдімгі карточкаңыздың толық номерін осы жерде енгізіп, яғни ешқайда банкке, ешқайда бару қажет жоқ, электронды түрде өзіңіздің карточкаңызден алады. Болғаннан кейін сформировать заявлениені басамыз. Болғаннан кейін сіздерде мына жерде жоғарысына шығып тұрады. Подписать заявление. Подписті немен электронный ключпен подписать етесіздер. Егер соавтор болса, міндетті түрде ол да өзінің ЭЦП-сімен кіріп, осы заявканы подписать ету керек. Болғаннан кейін өзінің этаптары көрсетіп тұрады, мысалы, регистрациядан өтті, заявка экспертке назначение болды, мысалы, міне, подготовка регистрациядан өтті, назначение экспертиза, оранжевый полоску көрсетіп тұрады, мысалы, экспертизада ең соңында охранный документ дайын деп көрсетеді. Болғаннан кейін скачать етіп аласыз, келіп тұрған, өзіңіздің кабинетке келгенде кіріп тұрады, мысалы, заявкеден. PDF форматта екі қазақша орысша түрінде заявкаңыз келеді.